Сәлем достар, бүгінгі дайындайтынымыз өте дәмді қантсыз дайындалатын пирог. Електен өткізілген 270 грамм ұнымызға 1 шай қасық разрыхитель салып, жақсылап араластырып, оның үстіне 90 грамм сахарный пудрамызды салып, 1 жұмыртқа және де 150 грамм майымызды салып, қолға жабыспайтын қамыр дайындап аламыз. Мінекей, дайын болған қамырымызды енді 30 минутқа мұздатқышқа салып қоямыз. Енді начинкамызды дайындаймыз. 1 банка сгущенкамызды салып, оның үстіне 150 грамм қаймақ, 1 жұмыртқа, 1 жұмыртқаның сарысы және де сливки 33%, 150 грамм. Барлығын жақсылап араластырып, дайын болған қамырымызды мұздатқыштан шығарып, енді бір керке етіп, жақсылап табамызға жайып аламыз. Дайын тұрған начинкамызды құйып, 180 градуста қыздырып қойған пешімізге салып, жақсылап пісіріп аламыз. Мінекей, пирогымыз дайын болды. Жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді болады, ауызда ериді. Мен бұл пирогты айтып жеткізе алмаймын дәмін, себебі өте дәмді шығады. Менің балаларыма ұнайды бұл пирог. Барлықтарыңызға ас болсын, жасап көріңіздер.